Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіз. Бүгін мен сіздерге үй жағдайында қарапайым заттармен жасалып, іші толығымен пісетін әрі көтеріліп дәмді болып шығатын пирогтың рецебімен бөлісемін. Бұл пирогты жасау үшін ең алдымен құрғақ ыдысқа 3 жұмыртқаны салып, оның үстіне аз-аздан қант сала отырып миксерлейміз. Қант ерігенше толығымен миксерлейміз. Бар жоғы 2-3 минуттай уақыт кетеді. Осындай аппақ пена болған кезде миксерлеуді тоқтатамыз. Енді осы массаның үстіне жарты стакан сұйық май және 1 стакан толған айран құямыз. Барлығы араласқанша аздап миксерлеп, кейін үстіне алдын ала електен өткен ұнға 1 ас қасық разрыхлитель салып, оны осы массамыздың үстіне шетінен аз-аздан сала отырып тағы да миксерлейміз. Ұн міндетті түрде илеуіштен өткен болуы тиіс. Достар, менің каналымда осындай қарапайым заттармен жасалатын көптеген рецептер бар. Каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Осындай қоюлықтағы масса шығуы тиіс. Енді осы массаны алдын ала қызып тұрған пеште 170 градуста 40-45 минуттай пісіріп аламыз. Басылмай өте әдемі болып пісті. Енді осының үстіне 2 ас қасықтай вареный сгущенка қосып, және оның үстіне миндальный лепестки сеуіп қойдым. Бетіне еш нәрсе салмай, сол қалпында жесе де өте дәмді болып шығады. Пирогты салғаннан кейін ең алғашқы 30 минутта пештің қақпағын мүлдем ашуға болмайды. Достар, менің каналымда осындай көптеген пирогтардың, түрлі выпечкалардың рецептері бар. Каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз.